Менің арнама қош келдіңіздер. Арнама жазылып, лайк басып, достарыңызбен және де әлеуметтік желілерде бөлісулеріңізді сұраймын. Мен бүгін сіздермен осындай қой етімен жасалынатын бұқтырма деген қазақтың тамағымен таныстырғым келеді. Яғни өзімнің жасау рецептімен бөліскім келеді. Ең алдымен қазанға осындай құйрық майды жұп-жұқа қылып турап, түбіне жіберіп алдым. Осылай құйрық майды түбіне жайғаннан кейін қазір қой етінің ең майлы төстерін, майлы сүйектерін ең астына салатын боламын. Қазір қарап, міне ең майлы деген жерлердің астына майын қазанның түбіне қаратып салып шығамын барлығында осылай. Қой етін өте уақтамайсыздар, осылай ірі бөліктерге бөлінген болуы керек. Одан кейін мен жалпы 2 дана пияз, оның қазір 1 ғана данасын осылай бірінші бөлігіне дөңгелек қылып турадым. Соның орталарын ашып, 1 ғана пияздың несін салып шығамын. Міне 1 пиязымды салдым. Енді керегі 2 болгар бұрышы болса, соның 1-еуін ғана салып шығамын. Және одан кейін тұз салдым, 1 шай қасық, бұрыш жарты шай қасық, қара бұрышты. Және мен карри мен кориандр салдым. Сіздер өздеріңіз қалаған кез келген приправаларды салуыңызға болады. Карри жоқ болса, карри салмай-ақ қойыңыздар. Чесноктың да 4-5 зубчик чеснокты турағанмын, соның жартысын ғана саламын осы жерде. Бұл жалпы картоптың да осылай жартысын қазір салып шығамын. 1,5 килограмм картоп алып ашып тазаладым. Өте ірі болса 2-3 бөлікке бөліңіздер. Өзі орташа картоптар болатын болса, бөлмесеңіздер де болады, осылай салсаңыздар да болады. Мына қалған тап солай жаңағыдай қайталап шықтым. Қалған етімді салдым. Жаңа қалған пиязымды, болгар бұрышымды және чеснокпен приправаларымды саламын. Бұл жерде сіздер егерді карриді, кориандрды ұнатпасаңыздар, хмелый сунелый бар. Тағы қандай өздеріңіз ұнайтын кез келген приправаны сала берсеңіздер болады. Және ең бетін осындай помидормен жаптым. Помидормен бұл жерде 3 дана помидор алдым. Егер молырақ салам десеңіздер, одан да өздеріңіз қарайсыздар. 3 дана помидорды осылай дөңгелектеп турап, бетін түгел жапқанша салып шықтым. Ешқандай су ештеңе қоймайсыздар. Қазір өзінің суығы өзіне бөлінеді. Және мен бетіне осылай укроп қойдым. Сіздер петрушка болса, петрушка қоя берсеңіздер болады кез келген. Қазір қақпағын жауып, орташа отқа қойып, 30 минутқа қойып қойдым. Орташа отта қайнап тұрғанша 30 минут тұрады. Оған дейін мен осылай лимонның шырынын дайындап алдым. Міне 30 минуттан кейін қазанымды ашып отырмын. Осы жерге қазір жаңағы сармай саламын. Бөліктерге бөліп, өздеріңіз қалаған кез келген сармайды, өздеріңіз пайдаланып сармайды сала бересіздер. Осылай сармай салдым және жаңағы сығып алған лимонымды салдым. Су құймайсыздар. Енді қалған бетін осылай салафан мүшекпен жауып қойдым. Бу шықпайтындай қылып, әбден өзінің буына сол бұқтырлы пісетіндей қылып осылай қылып жауып, қайтадан отқа қоямын. Отта 1,5 сағат жай ғана отта ұстаймын. Қатты қайнатудың қажеті жоқ, жай ғана отта, қақпағын ашпайсыздар, жай ғана отта осылай тұру керек. Міне мен 1,5 сағат өтті, тамағым пісті толықтай. Қазір мен ыдысыма саламын. Бетіндегі шөптерді алып тастадым. Егер жейтін болсаңыздар, өздеріңіз қарайсыздар. Мен түгелмен алып тастадым. Осылай жайлап қазір тамағымды ыдысыма орналастырамын. Картоплымды 1 бөлек, етімді 1 бөлек. Сіздер өздеріңіз қалауларыңызша араласып салсаңыздар да болады. Мен балаларыма жеуге ыңғайлы болу үшін осылай картоплым бірыңғай, етім бірыңғай және үстіндегі көкөністерімді піскен, оларды бір шетіне қарай салдым. Сіздер өздеріңіздің қалауыңызша саласыздар. Өте дәмді тамақ болады. Еті піскен, өзінің сорпасы өзінің суында ешқандай
қақпағын ашқан жоқпын. На собственном соку бұқтырылған осындай тағам шықты. Сіздер де жасап көріңіздер, өкінбейсіздер. Өте дәмді шығады.